Популярный пахлава пирогын дайындайтын боламыз. Електен өткізілген ұнымызға разрыхителімізді салып араластырамыз. Жұмсақ сары майымызды салып, крошка дайындаймыз. 2 жұмыртқаның сарысын, қаймағымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды салфанға салып, жарты сағатқа холодильникке жібереміз. Салмасын дайындаймыз. Грек жаңғағын ұсақтап, қант қосып, 2 жұмыртқаның ағын қосып араластырып аламыз. Міне начинкасы дайын болды. Холодильниктен шыққан қамырымызды 2-ке бөліп, біреусін тағы да 2-ке бөліп, ең үлкенін жайып астына төсейміз. Пирогымызды дәл видеодағыдай жинап шығамыз. Начинкамызды теңдей 2-ке бөліп аламыз. Дәл осылай процесті қайталап шығамыз. Піскен кезде шетіндегі қамырлар ашылып кетпес үшін бір-біріне қаттырақ жабыстырып жібереміз. 180 градус қызып тұрған пеште 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаймыз. Пісіп шыққан соң еріген балды